Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен KineMaster атты бағдарламаны талқылайтын боламыз. Ендеше кеттік. Алдарыңызда тұрған 3 размер, яғни 16-да 9 бұл YouTube-тың размері болады. 9-да 16 историяның размері, 1-де 1 Instagram-ның размері. Яғни мен бүгін YouTube-ға видео монтаждауды көрсетемін. 16-да 9. Осыдан кез келген өзіңізге ұнаған видеоны немесе суретті жүктейміз. Осы бетті көріп тұрсыздар. Тамамлайын. Бұл жерде сіздер салған видеоны қия аласыздар. Осы видеоға немесе суретті басамыз. Қайшы батырмасын басып, алдыңғы бөлігін қиюға болады, мәселен немесе артыңғы бөлігін қиюға болады, немесе өстіп бұл видеоны немесе суретті созуға болады уақытын. Және де ортасынан қиғыңыз келсе, тек ортасынан бөлігіңіз келсе, осы батырманы басасыздар. Бұл видео міне бөлінді. Және келесі мультимедиа деген осы бастапқы бет, яғни слойды бастап, мультимедианы бастап, яғни бұның үстіне тағы да суретті жүктей аламыз. Немесе видео. Үсті, яғни ол суреттің немесе видеоның размерін өзгерте аламыз. Сосын орнынан қозғай аламыз келген жерге. Және де бұл сурет немесе видеоны анимациямен шығаруға болады. Кез келген неше түрлі анимацияларды таңдап көре берсеңіз болады. Және астында скоростын баяулататын және жылдамдататын мынау шыққан кездегі анимациясы мынау бүкіл таймлайндағы видео немесе суреттің анимациясы болып есептеледі. Бұл тоқтамастан уже осылай анимация болып тұрады. Және де біткен кезде қандай анимациямен кетеді, сурет немесе видео соны көрсетеді. Бұл жаңағы уақытымен жылдамдығымен, бұл яғни баяулауымен жылдамдығы. Тағы келесі цветовой ключ. Цветовой ключ дегеніміз бұл көбіңіз естіп жүрген шығарсыздар, хромакей деген. Мысалы, мына суреттегі көп жасыл фонда видео тұрып, артындағы жасыл фонда алып тастай аламыз. Немесе келген бір түсті однотонный бір түсті цветті. Мәселен, мұндағы көк цветті алып тастау үшін цветовой ключ қосамыз және түс таңдаймыз. Түсті өзі таңдалып тұр, көк цветті алып тастадық. Яғни мына жерде баптаулардың кекілсіз. Келесі батырма яғни кесу. Бұл кесу батырмасы арқылы кез келген видео немесе суретті кесе аламыз. Формада.
кесіп, оның көрілу деңгейін азайтуға болады. Сол үшін аз микрофонымыздан бұлдырлай бастайды. Келесі қадырма. Альфа. Ойнады. Үсті баяулы. Шығар. Қадырма. Келесі қадырма. Түсті түсін өргету. Тон өргету, цветін өргету. Келесі қадырма. Настройки, яғни бұл түстен контрастын, яркостын өзгертуге болады. Яғни смешение дейді, смешениені алдағы уақытта көрсететін боламын. Қандай екенін. Так, міне осындай. Сол жақ бетіндегі батырмалар, яғни бұл осы бетті скриншот жасауға болады. Жоқпат экранын сақтайды. Бұны сурет қылып сақтады. Және бұл слойға тағы да бір слойлар енгізіп, мысалы тағы да бір суретті таңдап, яғни задний фон, задний артқы жағына жіберуге болады. Передний план, задний план барлығы бар. Дублировать етуге болады. Көбейтуге болады. Үшке осындай батырмалар бар. Так, сіздерге ұнаса каналға лайк басамыз. Келесі видеоларды күтеміз.